Осындай ойым болған соң, еріме былай дедім: мен сені түсінемін, жаным, соңғы кездері шаршап, ауырып жүрсің ғой. Жұмысың ұнамаса, өзіңе ыңғайлы вариант қарастырып көресің бе? Қандай шешім қабылдасаң да мен сен жақтамын ғой, сені қолдаймын дедім. Түрімнен де, сөзімнен де оны толық қабылдайтыным, түсінетінім көрініп тұрды. Ол да қуанып кетті. Мүмкін мені ұрсады, ренжиді, түсінбейді деп ойлаған болар, бірақ осындай реакциямнан кейін сен сияқты түсінігі мол әйелім болғанына шүкір деп құшақтады. Бұрын ерімнің әр әрекетіне өз пайдама қарай, өзімнің көзқарасыма қарай ғана баға беретімін, ал қазір кез келген әрекетіне терең ойланатын болдым. Оның бұл әрекетіне түпкі ниеті қандай болды екен? Мен оның орнында болсам, не үшін жұмысқа барғым келмес еді? Неге үйге келгім келмес еді? Осындай сұрақтар қойып, ерімді толық түсінуге тырысатын болдым. Еріңізге оны түсінетініңізді көрсету үшін не істеу керек? Бір, еріңіз деп өте жиі айту керек. Осы қарапайым екі қадам сіздің араңызды жақындатады. Ер адам сіздің оны түсінетініңізді сезгенде, өзінің сырын айтып, әңгімесімен бөлісіп, тіпті қателіктері жайлы да қорықпай айта бастайтын болады. Және бөлек тақырыпта ер адамның сеніміне кіру, ер адамға дос болу жайлы жаздым. Кітаптың сол бөлімінде мұқият оқып шығыңыз. Осындай ойым болған соң, еріме былай дедім: мен сені түсінемін, жаным, соңғы кездері шаршап, ауырып жүрсің ғой. Жұмысың ұнамаса, өзіңе ыңғайлы вариант қарастырып көресің бе? Қандай шешім қабылдасаң да мен сен жақтамын ғой, сені қолдаймын дедім. Түрімнен де, сөзімнен де оны толық қабылдайтыным, түсінетінім көрініп тұрды. Ол да қуанып кетті. Мүмкін мені ұрсады, ренжиді, түсінбейді деп ойлаған болар, бірақ осындай реакциямнан кейін сен сияқты түсінігі мол әйелім болғанына шүкір деп құшақтады. Бұрын ерімнің әр әрекетіне өз пайдама қарай, өзімнің көзқарасыма қарай ғана баға беретімін, ал қазір кез келген әрекетіне терең ойланатын болдым. Оның бұл әрекетіне түпкі ниеті қандай болды екен? Мен оның орнында болсам, не үшін жұмысқа барғым келмес еді? Неге үйге келгім келмес еді? Осындай сұрақтар қойып, ерімді толық түсінуге тырысатын болдым. Еріңізге оны түсінетініңізді көрсету үшін не істеу керек? Бір, еріңізді түсіну үшін сізге өзіңізді оның орнына қойып үйрену керек. Екі, еріңізге дауыстап ауызбен мен сені түсінемін деп өте жиі айту керек. Осы қарапайым екі қадам сіздің араңызды жақындатады. Ер адам сіздің оны түсінетініңізді сезгенде, өзінің сырын айтып, әңгімесімен бөлісіп, тіпті қателіктері жайлы да қорықпай айта бастайтын болады. Және бөлек тақырыпта ер адамның сеніміне кіру, ер адамға дос болу жайлы жаздым. Кітаптың сол бөлімінде мұқият оқып шығыңыз.